Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бұл Қызылорда қаласында, барлықтарыңызға белгілі, Қызылорда қаласында осы 1-2 күннің ішінде карантин жарияланған болатын, тәжі вирусына байланысты. Бүгін біз осы Қызылорда ауылында тұрамыз. Сол ауылдан жұмысқа қарай келе жатырмыз. Бізде мына жақта бір бекет салған, бекет деймін, не дейді. Адамдарды тексеріп кіргізуде. Ана отыр, бекет мына жақта. Көріне ме, көрінбей ме? Біз президентский парк жақтан келіп тұрмыз. Енді кезек деген көп. Әкімхан ініміз екеуміз. Құдай сақтасын енді бұл аурудан. Лаж болса жұмысқа қатынайтындар ғана шықсын. Қалғандары шықпай қойсын, үйде жатыңыздар. Оңай емес, қалаға келудің қажеті жоқ. Біздің Қызылорда облысы бойынша кеше түндегі ақпарат бойынша 18 адам. 18 адам тіркелген, я, дұрыс айтасың. Осы 18 адам. Енді бүгін азанда қанша болған білмеймін. Енді айтатын жоқ. Кезек деген өте көп. Анда желіктер ғана өтіп кетіп жатыр дейді. Артымызда да қаншама кезекте тұрғандар бар. Мына жақтан келген машиналардың соңы ана мост жақта тұр кезекте. Өмір ғой енді. Өмірімізде бір рет көріп отырмыз бұндай жағдайды. Отырып скамбор шешетін деп өтті, дала деген. Ауа райы жақсы. Ауа райы енді айтатын жоқ. Ауа райы өте керемет. Құрметті қала тұрғындары, қонақтары, түсініспеушілікпен қарай болып жатқан жағдайды. Түсіністікпен қарай. Түсіністікпен жүргізушілерде бір-бірін не алмай, асықтырмай, ол барлығы реттілікпен ережеге сәйкес өтіп жатыр. Біздің жолдан біреу, арғы жолдан біреу, солай осы очередті азайтып жатыр. Көріп отырып қойған. Алшама мұны алға қарай жүріп қояды, бізде енді хай деп жүріп қоямыз енді. Масканы киіп құлағымыз деген, екі бар ғой. Екі құлағымыз деген, екі езуімізге жетейін деп тұр дей ма? Оқтан құлақ қаматын әчкеде боланып қояды. Оңай емес жалпы. Алға қарай жүрдік бір. Келгенімізге 5 минуттей болды, қазір қанша минут тұратымызды білмейміз. Өйткені бізде ақпараттар келді. Егер қалаға кіретін болсаңдар, Наурыз Киров жақтан емес, Арка жақтан. Аэропорт жақтан келіңдер деп, өйткені аэропорт жақтан келетін машина аз болады ғой. Ал Киров пен Наурыздан шығатын халық саны көп болғандықтан, сол жақта очередь көп деді. Енді осы жақтан келдік, мына жерден повороттан бұрылсақ, бекініс ана жақта тұр. Әскери адамдар. Қазір бұйырған көреміз енді. Енді жағдай енді бұлай түсіндіріп қойайын. Енді мен өзім қалада жұмыс істегендіктен, мен арнайы мұны справкам бар, қалада жұмыс істейді деген. Енді Әкімхан інім өз студент болғандықтан ауылда тісі ауырып азанда. Сол жағдай бойынша келе жатыр. Қалаға емдетуге. Қазір көреміз бұйырған. Сен кіресің бе, болмаса Әкімханмен қоштасып қалуымыз мүмкін осы жерде. Иә, бәрі под вопросым болып тұр, дәл қазір. Енді Алла сәтін салып кіріп кетуді тілеймін өзімде. Аман есен ем алуға. Сосын анау жеке өзінің автокөлігі айдайтындар лаж болса
өзіңізден басқа адамды машинаға мінгізбеген дұрыс. Жұмысқа барасыз. Көп адаммен араласпаңыз. Өзіңіздің машинаңызға мінгізбеңіз, өйткені машинада да білесіздер. Жалпы вирус деген қарапайым жансыз қабырғада 4 күн өмір сүреді дейді. Сондықтан 4 күн деген аз уақыт емес. Көлігіңізге бір күнде неше адам мінеді, таксистер. Өте қиын негізі, таксовать ететіндей қажет жоқ. Бүгін тоқтады ғой бір айға такси, иә? Иә, бүгін тоқтады. Жолда жаңа өзіңіз көргендей машина болмады ғой бізден басқа. Таксилер тоқтады. Азан-қазан болып жататын таксистердің өзі. Бекіністің сыртындағы, бекеттің сыртындағы таксистер ғана жұмыс жасауда. Ауа райы бір Алматының ауа райы ұқсап тұр. Кешегі Тоқаевтың несін мәлімдемесін көрдіңіз бе? Көрдім, бірақ көргенде мынандай картинкаға неге шығарғанда көрдім. Өте жолда болдым, ауа райы баратқан. Не деп айтты? Мынау енді осы мәлімдемесі бойынша медицина қызметкерлеріне 3 айдың көлемінде бонустық төлемақы. Әрине осы болмайды. Иә, одан кейін мынау официальный түрде зарплата алмайтын жандарға төменгі дәрежедегі айлық мөлшерінде ақша берілу қарастырылып жатыр. 42.500 ғой, иә? Сол. Түсінбеймін, мына жақта түсіріп отыр. Қанша машина бар? Біз кезекте тұрмыз. Оң жағымыздан өтіп бара жатыр. Велосипед қайда баратыр? Көке, не өтіп кетті? Олар тазалықта жүрген қызметкерлер, скорый түсінікті. Ана өтіп баратқан кісілерге болмайды енді. Енді бар бір-екі кісілер. Мұндай хитрысқа салудың қажеті жоқ. Бәрімізде де жұмыс бар. Бәрімізде белгіленген уақыттан шамалы сәл кешігіп бара жатырмыз. Ерте шыққан тұрмыз бүгін. Районда ондай болудың қажеті жоқ, құрметті ағайындар. Жаңа Тоқаев айтып жатыр деп айтып жатырсыз ғой президент. Сол мен де сол жерлерін қарап қалдым, және агробизнеске де арнайылап бюджеттен ақша бөліп жатыр, миллиардтап. Жеңілдіктер бар екен, иә? Иә, жеңілдіктер бар. Жаңармайды, иә? Иә, шағын және орта бизнес туралы. Жүргізушілерге айта кететін жайт. Мына бензиннің бағасын 15%-ға төмендетейін деп жатыр. Общий халыққа ма, әлде тек жеке кәсіпкерлерге ғана ма? Жоқ, жалпы халыққа, барлық жүргізушілерге айтады. Кезектеміз, кезекте достар. Бұл Қызылорда қаласы, облысы жалпы осыдан 2-3 күн бұрын тәж вирусы жұқтырғандар саны арасында Қазақстан бойынша тіркелмеген түгін. Енді бүгінгі түндегі көрсеткіш бойынша Қазақстан бойынша басқара айта алмадым. 3-ші орында тұр Астана, Алматы облысынан кейін. Не, қайда барасың не? Жексігім 0-197 174 рульсті. Шара қолдаңыздар, құрметті жол сақшыларына. Немен басқа полосаны басына жағынан. Стена деп ойлап болсын. Стена! Сасиммен. Шара қолдарыңыздар мына. Тәртіп барлығына ортақ қой. Бекініс қойған ана барсын. БТР ма, немене, анау, Call of Duty'ден көргенсің ғой андай машинаны. Тексеріп жатыр. Ох ты, Джорджио Армани. Қарап тұрсам бәрі, кезекте тұрғандары, өмірдің сол ғой заңы, бәрі.
Мінекей достар, мына Бекинскийде, бекетке жақындадық. 20-ші бекет па сонда не деген? 20 км сағат жылдамдықпен жаймен аспай. 20 метр деген ғой, Иә, иә. Камерамды беріп жүрсең, мына жақта мына. Мынандай өртіп балдар бар ма? Екі ортаға кіріп өтіп өтейін деп, петушогын алып тастап, кіре алмай тұрмын деп. Пропуск жоқ. Пропуск жоқ, кезекке тұрмаған, сондай таксистер пайда болып отыр мына жақта. Ана түтін шығып отыр. Ана машинасы коронавирус оқыр. Құдай сақтасын, күлетін нәрсе емес. Неше түрлі қызықтарды көріп тұр. Неше түрлі қызықтар болып отыр. Камераға түсіріп отыр, біз очередь келіп жатқан машинаны. Молодец, қазақтар масына. Алға қарай жүреміз, ал жақындадық, Бекинскийге қарай. Мен 5 минуттан кейін боламыз ана жерде. Машиналар тексереді. Қалай тексеріп жатыр білмейміз біз. Қалай тексереді, қазір көретін боламыз енді. Температура жаңа неден Инстаграмға неге шығып жатыр. 37-5-тен асса, 37-5-ке дейін қалыпты жағдай. 35-тен асса уже қауіпті деп тұр ғой. Тексеру керек өзі әрі қарай, иә? Конечно. Алға қарай түсіріп отыра бер. Нәте не болып жатыр? Қай жерге? Қалай дейді, соғып кетті дей ма? Соғып кетті, анау дейді, артта. Анау көрдіңіз ана ручканың қасындағы. Сол емес пе екен? Айнасымен соққан ау дейді. Түрткен ау дейді. Неше түрлі адамдар бар. Абай болған дұрыс, жанып қол көріп. Жұрттың қарақсына қалғанша тыныш отырып, кезегіңмен әйтеуір алғыс алған жақсы жаңа балдар кіріп кетейін деп жатыр. Мен оны кіргізіп жіберсем, артындағы адамдар ренжиді. Қаншама кезекте тұрған мысалы. Дело принципа дейсіз ғой. Әрине. Заңға бағыну керек. Басқаша жағдайда кезек па тек тәртіп па тек. Міне анау встречныймен де өтіп жатқандар бар. Енді встреча болғанда бұл апасының нелері ғой. Өзінің нелері, қалыпты жағдайдағы, тревогада кетіп жатқан, МЧС-тің машиналары, олар жүре береді. Мен нешеде келіп тұрдық біз? 8:30-да тұрдық келдік па? Где-то 8:30, 8:40-да келдік. Міне 8:40-да келдік, сағат 9:40 болды. 1 сағат тұрдық енді айтатын жоқ. Дұрыс тексергені, дұрыс тәртіпке бағыну керек. Карантин деп жариялады ма, бағыну керек заңға. Ешкім тәртіп бұзбау керек. Міне ана джип. Мінекей достар, жақындап қалдық. Сәл қалды.
ағын түс қалай? Ауырып тұр енді, бірақ көніп отыр, шыдап. Көнбегенде қайда ауырып? Тұрып тексереміз екен ба? Шығып тұрып. Әнеке, құрметті достар, Бекініске келдік. Тексеріп жатыр. Қазір көреміз. Внимательно тексеріп жатыр бәрін. Бәрін тексеріп жатыр. Бірінші қалай, қай жаққа баратсың, документтерің бар ма, барлығын тексеріп жатыр. Түрлі құжат обязательно. Одан кейін әр жағында адам температурасын тексеріп жатыр, достар. Бекініс. Тексеп, жүрем. Артта адам бар ма? Жоқ, осы. Алдын өттік. Мінекей достар, бекіністен астық, температура шүкір. Ойбай, шүкір. Денсаулығымыз жақсы. Мына жерде ауысатындар, шайтамаған осы жерде ішеді. Иә, дұрыс. Бүкіл семей барлығы жұмыс жасайды. Міне бекініс осылай екен. Енді бізден шүкір, аман есен өттік. Достар, енді мен бұл видеоны сіздерге тек осы халық көрсін, қалай болып жатқан жағдайды баяндап жатырмын, қызық болуы мүмкін. Енді достар, бекіністен өтетін кезде сіздерге енді егер жұмысқа баратын болсаңыз, сырттан арнайы құжаттарыңыз керек, справка дейді ғой, анықтама, сол жұмыс орнында жұмыс істейді деген, және түрлі құжаттарыңыз керек, және адам саны екеуден, үшеуден көп болмау керек. Енді бұл таксистерге көп адам мінгізуге болмайды. Сосын лажы болса себепсіз шықпау керек. Құрметті достар, осы мемлекетіміз бекіткен заңдарды қатаң ұстаса, біз бұл дертті де жеңіп шығамыз. Бірге болсақ, әрине, сондықтан айтқанды істеп, тып-тыныш жүрейік. Не тупите, не болите. Всем давайте.